Қай мультті қарастырсам? Қай мультті қарастырсам болады деп көп ойландым. Ескі мультиктерде бітіп қалды. Ал балапанда көрсетілетін мультиктің бәрі бірдей. Бірақ онта жасауға болады. Жарайды. Бүгінгі видеода мен балапанның мультфильмдерін емес, Тасқын студиясы жасап шығарған өте керемет проект туралы айтқым келеді. Күншіктер. Күншіктер 2023 жылы Тасқын студиясы жасап шығарған мультик. Қазірше бірақ маусым ғана шыққан. Бірақ та жақында ғана екінші маусым трейлері де шықты. Сондықтан қуана күтеміз. Әр бөлім 5-5,5 минуттан тұрады. Басты кейіпкерлерге келсек, олар үш сүйкімді күшіктер. Олар мазасыз Тима, шығармашыл Лала және де ізденпаз Сұлу. Әр қайсында өзіне тән мінездері бар. Және әр бөлімде олар әртүрлі жағдайларға ұшырап соларды шешеді. Балапанның шығаратын мультиктерінің сюжетіне ұқсайды. Себебі бұл мультиктердің жанры отбасылық және де кішкентай балаларға арналған. Және де кішкентай балаға ненің дұрыс емес екеніне үйретеді. Бірақ Тасқын студиясының күншіктері балапанның онша емес мультиктеріне қарағанда керемет, жоқ, өте керемет жасалған. Шынымен де мынаны және де мынаны салыстырыңдар. Қайсы керемет? Әрине күншіктер. Студия барынша әдемі жасағысы келгені көрініп тұр. Шынымен де қолдарынан келді. Қараңдаршы кейіпкерлердің дизайнын. Күншіктер, мамасы, папасы, тіпті ата-апасы әдемі жасалған. Оны қойшы, фонды қарашиш. Әр кейіпкерлердің дыбысы деген енді ол вообще тема. Бәрі өте сүйкімді жасалған. Міне қазақша Bluey. Керемет. Әр бөлім туралы айтып отырмай-ақ қояйын. Оданша өздерінің Тасқын студиясының YouTube арнасына кіріп көріп кетіңдер. Бұндай керемет проект YouTube'да аз қаралым жинайды. Және соның кесірінен қазақ анимациясы дамымай қалады. Өзіміздің де отандық өнімді қарап кетіңдер. Ал мен бұл студияға әрі қарай дамуын және де әрі қарай қызықты проект жасай беруін тілеймін. Солай мен де аяқтайын. Сізбен болған мен Олжас Тоқыбай. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.